Сәлем достар, бүгін мен сіздермен келін көрпенің тігілу жолымен бөлісетін боламын. Бірге болыңыздар. Ең алдымен осы пакеттегі оюды ойып аламын. Өзіңізге ұнаған кез келген оюды қойып, матаны соның көлемімен қиып аласыздар. Менде 45-ке 45 королевский барқыт матасын қолдандым. Және оның үстіне дәл солай паутинканы қойып шығамыз. Үстіне пергамент қағазын қойып, ысы үтікпен басып шығамыз. Паутинканың үсті шамалы жылған кезде үстіне оюымызды қойып, қаламсаппен сызып аламыз. Осы уақытта, яғни жылы кезінде паутинканың үстіне қағаз немесе осындай салофанмен жасалған оюлар жақсы жабысады және жақсы алынатын болады. Сызып алған оюымызды әдемілеп қиып шығамыз. Мінекей оюымыз дайын болды. Оюды шетке алып қоямыз да енді матаға кірісетін боламыз. Королевский барқыт матасын ортасынан бүктеп отырып 81 см және 40-5 мм осылай белгілеп аламыз. Матаға 81 см ортасы, яғни 40-05 мм белгілеп аламыз да сол нүктеден жоғарғы жағынан конус ретінде айналып шығамыз. Яғни барлығының саны 40-05 мм болу керек. Видеода көрсетілгендей жасаймыз. Белгілеп болғаннан кейін екінші жағында дәл осылай 40-5-ті айналдырып өлшеп шығамыз. Екі мата бір-біріне жылжып кетпес үшін осылай инемен қадап аламын да жартылай шеңберді әдемілеп қиып шығамын. Дәл осы әдіспен екінші жағын, яғни екінші шеңберді де қиып алсаңыздар болады, немесе осылай жарты шеңберді белгілеп алып тағы қиып алсаңыздар да болады. Маған диаметр 85 см-лік екі шеңбер қажет. Дайындап қойған шеңбердің үстіңгі бетіне ою жабыстыратын боламын. Сол үшін видеода көрсетілгендей етіп нүкте салып аламын да сол нүктенің үстіне оюдың қақ ортасынан жабыстырып аламын. Әдемілеп оюымызды қойып алғаннан кейін үстіне мәріліні қойып ысы үтікпен басып шығамыз. Осы жабыстырылған оюдың үстінен зигзагпен жаймен өтетін боламыз. Маған жасыл жібек жіп керек болады. Енді айта кететін жайт, жалпы осы зигзаг тігісін жасыл матаның үстімен жүргізгеніңіз дұрыс. Ол өте әдемі көрінеді. Егер ақтың үстіне түссе, ол әдемі болмайды. Міне қараңыздаршы, дайын болды. Өте керемет шықты. Ендігі шеңберіміздің шетінен 4-5 см тастап бахромамызды тігеміз. Тігуге ыңғайлы болу үшін мен осылай инемен қадап аламын. Шашақтың ортасынан осылай жай тігіс жүргіземіз. Мінекей екі қосылған жерін зигзагпен үстінен 2 рет басып өтіп тігемін. Мінекей бахромасын тігіп болдық. Тігіп болғаннан кейін қасына алдын ала қиып дайындап қойған екінші шеңберді бір-біріне, яғни бет жағын бір-біріне қаратып тігетін боламыз. Осы тігіс барысында шашақ ішінде қалып қою керек. Мінекей көрпенің тісі де дайын болды. Оң қаратамыз да жанға қоя тұрамыз. Енді біздер бөзге кірісетін боламыз. Бөздің диаметрі 90 см. Ең басындағы жалпы шеңбер сызудың әдісін қолданамыз, яғни 45 см-ден бөлетін боламыз. Енді бөзді тіккен кезде мен шет жағын айналдырып қайырып отырып тігемін. Сол кезде бөздің шеті шашақтанып шешіліп кетпейді. Көрпенің тұсынан да бөзден де осылай шамамен 40 см-дей ауыз қалдырамыз, яғни тікпейміз. Оны қазір қолмен тігетін боламыз. Бөз матасының үстіне ең алғашқы синтефоннан кейін мақтадан кейін қайтадан синтефон төсейтін боламын. Осы кезде біздің көрпеміз әрі жұмсақ, әрі бір тегіс және де үлпілдеп әдемі болып тұрады. Мінекей барлығын жасап болдық. Енді біздер бөз матасын оңға қаратуымыз керек. Үшін аузына қарама-қарсы беттен бастап орап, кішкене ғана қалдырып кеткен тесіктен осылай шығарып аламыз. Сонымен қатар мақтасы жылжып кетпес үшін осылай видеода көрсетілгендей етіп көктеп тігіп шығамын. Мақталар бір-біріне жабысып қалмасы үшін міне осылай арнайы сабаумен жақсылап құрып шығамыз. Мінекей астарымыз дайын болды. Енді оны көрпемен сыртын қаптаймыз. Қаптап болғаннан кейін жақсылап тігіп шығамыз, сонымен көрпеміз дайын болады. Мінекей қараңыздаршы, қандай әдемі көрпе шықты. Осымен біздің қыз ұзатуға арналған жиынтығымыз дайын болды.
Егер сіздерге ұнаған болса лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Ақтолқын Ғалымқызы. Жақсы күндерде кездескенше сау болыңыздар.